400-ден астам ауыл бір жылдың ішінде кең жолақты интернетке қосылады. Сапалы қызметке мемлекеттік ұйымдармен қатар қарапайым ауылдықтардың да қолы жетіп отыр. Талшықты оптикалық желілер ауылдағы ағайынға қалалықтардан едәуір арзанға түседі дейді мамандар. Қала мен даланың арасындағы шекара жойылды. Картада емес, интернет кеңістікте. 2020 жылға дейін 400 ауылды мекенге талшықты оптикалық желілер тартылады. Бәйтерек холдингінің елшілес ұйымы Қазақстан Даму банкі ауылға интернет тартуға 13,3 миллиард теңге инвестиция құйып отыр. Для наш заемщик ТО Силнетком. Біздің борышкеріміз Силнетком компаниясы жүргізіп отырған жұмыстың кең жолақты интернеттің зор әлеуметтік маңызы бар. Жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде жүзеге асырылып отыр. Әлемдік интернет кеңістікке ауылдағы ағайынның, мектептер мен ауруханалардың қолы жетеді. 6 өңірдің 200-ден астам ауылы кең жолақты интернетке қосылып үлгерді. Бұл 1222 мемлекеттік және бюджеттік ұйым. Мердігер компания өтініші бойынша әр ауылдықтың үйіне жылдам байланысты жеткізуге дайын. Осы жоба бойынша олар кең жолақты интернетке кіре алады. Мысалы, ауыл тұрғындары, мектепте оқитын балалар кең жолақты интернет арқылы шетелдік онлайн кітапханаларға кіріп, шетел материалдарды зерттеп оқыса болады. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында іске асып жатқан жоба 2031 жылға дейін кезең-кезеңмен жүргізіледі. 2020 жылға дейін 421 ауылға 6200 шақырым талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Азамат Алдоңғаров, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар.